Bir күні ғұлама өзінің шәкірттерінен: «Сендер білесіңдер ме, адамдар бір-бірімен ұрысқанда неге айғайлайды?» деп сұрапты. «Мүмкін олар ашуға бой алдыратын шығар», деді шәкірттерінің бірі. «Бірақ неге дауыс көтеру керек? Өйткені екінші адам қасында тұрады ғой. Айтатын ойын жаймен айтуға болмай ма?» деді ғұлама. Шәкірттер иықтарын көтеріп білмейтіндіктерін және де бұл туралы ешқашан ойламағандары туралы белгі берді. Бірақ арагідік өздерді ұрсып қалатын еді. Сонда ғұлама былай деп түсіндіреді: егер адам бір-біріне көңілі толмай ұрсатын болса, олардың жүректері бір-бірінен алыстайды. Сол арақашықтықты жеңу үшін алыстаған жүректер бір-біріне айқайлайды деп түсіндіріпті.